Демек, Adobe Photoshop бағдарламасының құралдарымен, саймандарымен танысуды бастаймыз. Бірінші болып тұрған бізде бұл тінтуір. Бұл бізге негізінен бірнеше слойлармен жұмыс істеген кезде слойларды орнынан ары-бері жылжыту үшін және де олардың реттерін ажырату үшін қолданылатын құрал болып табылады. Және де бұл ерекшелеу, төртбұрышты ерекшелеу құралы. Оның көмегімен біз суреттерді әртүрлі нелерде ерекшелеп, және де Shift батырмасын басып тұрсаңыз, квадрат түрінде ерекшелеп, суреттерді ерекшелеп алуға болады. Және де бұның көмегімен ерекшеленген суретті Ctrl және де ағылшынша G әріпін басу арқылы жаңа слойға көшіріп алуға болады. Және де фондағы слойды жасыратын болсақ, бізде жаңа ерекшеленген суретіміз бұлайша бөлініп шығып тұрады. Және де сонымен қатар бұл жерде шеңберлі ерекшелеу деген құралда бар. Оның көмегімен де тура солай ерекшелеп, және де Shift батырмасын басып тұрсаңыз, диагонал түрде екі жағы да ұзындығы да ені де бірдей қылып сізге ерекшелеп береді, Shift батырмасын басатын болсаңыз. Және де осылайша ерекшелеп те жаңа слойға көшіріп көрейік. Ctrl G әріптер комбинациясын басу арқылы жаңа слойға көшіреміз. Және де фонды жасап көрейік. Міне, көріп тұрғаныңыздай, бізде бұл суретіміз шеттері жаңағы төртбұрыштық сияқты қыр болмай, өте бір шеттері қыра болып шықты. Оның себебі бізде растушевка, яғни жаңағы артқы пландағы құжат көрініп тұратындай болып ерекшеленді. Енді біз бұны қайтадан қалпына келтіру үшін тарих палитрасын ашып, және де бізде бұл жерде жаңағы істеген әрекеттеріміз әрқайсысы жазылып отырады. Және де бір қателік жіберіп қойған жағдайыңызда осы бөлімді ашып, история және тарих палитрасын ашып, осы жерден қайтадан қалпына келтіріп алуымызға болады екен. Және де біз бірінші немізге келтіреміз. Одан кейін жаңағы шеңберлі ерекшелеуді таңдап, және де растушевканы 0 пикселға тең қылып қоямыз. Және де қайтадан ерекшелеп көрейік. Ерекшелеу, және де Ctrl және G комбинациясын басамыз. Көріп тұрғаныңыздай, шеттері ешқандай несіз теп-текіс болып, қыр болып шықты. Және де сол сияқты бұл жерде бұл құралдың сайманның көмегімен біз ерекшелеуді әртүрлі нелерін, төрт түрін қылуымызға болады екен. Оның біріншісі кәдімгідей ерекшелеу, ал екіншісі ерекшеленген алаңға тағы да ерекшелеу қосу. Мысалға бізде қазір ерекшеленіп тұрған шеңбер мына жер беті болатын болса, оған біз мына беттен тағы да бір шеңбер қосайық. Көріп тұрғаныңызда ерекшеленген неміз екі шеңберге қосылып бір ғана құжат болып тұр. Соны жаңа слойға көшіріп көрейік. Көріп тұрғаныңызда екі шеңбер бір құжат болып түсті біздің жаңа слойымызға. Демек, сол сияқты бұл жерде жаңа ерекшелеудің бетіне үстіне түсіретін тағы бір түрі бар. Бұл деген жаңа керек емес болған жерлерін жаңа жарты ай сияқты қылып ерекшелеу қажет болған кезде қолдануға болады екен. Және де сол сияқты ерекшеленіп тұрған алаңның ішінен ортасындағы екі шеңбердің ортасындағы алаңды ғана қалдыру деген бөлімі бар екен. Соны таңдап ерекшелеп көрейік. Міне, көріп тұрғаныңыздай екі шеңбердің ортасында
екеуінің қосылған жеріндегі ғана бөлігі ерекшеленеді екен. Және де бұл ерекшелеуді Ctrl және D ағылшынша D әріптері арқылы ерекшелеуді жасырып және де көрсетпей қоюға болады екен. Және де бір құрал, Photoshopта тағы бір ерекше бір құрал, бұл магниттік лассо деп аталады. Бұл магниттік лассо дегеніміз ерекшелеуді өзі автоматты түрде суреттердің жаңа контурлары бойлап жүріп ерекшелейді. Мысалға мына көзін ерекшелеп алатын болсақ, Alt батырмасын басып тұрып тышқанның дөңгелегін бұрайтын болсақ, жаңағы суретіміз бізде үлкейіп кішірейе береді екен. Демек үлкейтіп алып, және де осы магниттік лассоның көмегімен ерекшелейміз. Жай ғана біз тышқанды жүргізіп отырамыз, ал лассоның өзі керекті нені ерекшелеп алып кете береді магнит бойлап. Егер де біз қателесіп мысалға шетке былай шығып кететін болсақ, Backspace батырмасын басу арқылы арқаға қайтарады екенбіз. Және де мысалға мен мына жерде көрсетейін, шетке қарай шығып бүйтіп ерекшелейін деп ойласаңыздар да, ол бәрібір де сол жаңағы сызықтың бойымен, бір контурдың бойымен ғана ерекшелеп бізге неғып береді екен. Оны мысалға жаңа слойға көшірсек, тек қана көзін ғана тынық қылып бізге ерекшелеп берді. Сол сияқты осы жаңағы тінтуір деген көмегімен, құралдың көмегімен, және де Alt батырмасын басып тұрып, жаңа слойымызды алып, жаңа слойға сол слойдың өзінің көшірмесін жасауға болады екен. Alt'ті басып тұрып, жай ғана мышкамен шертіп алып неғыла беретін болсақ, сол слойдың көшірмесі пайда бола береді екен. Келесі біздің құралымыз бұл тез ерекшелеу құралы болып табылады. Бұл құралдың көмегімен мысалға біз түстері бірдей жерлерге апарып жай ғана бір шертетін болсақ, сол көлемдегі жерлерді бізге контурдың бойымен ғана ажыратып беріп отырады екен. Мысалға, мына жерде қазір бізде бір сызықтың бойымен ғана жүріп отыр. Ерекшелеуіміз бір сызықтың бойымен ғана жүріп отыр. Сол сияқты бұны да жаңа слойға көшіріп көрейік. Көріп тұрғаныңыздай, тек қана түстер несіне қарайды бұл құралымыз. Басқаша мысалға ашық түстермен бірге жаңағы қанық түстерді бірге ерекшелеуге ешқашан жол бермейді. Келесі біздің құралымыз бұл фрагмент. Яғни фрагменттерге, құжатымызды фрагменттерге бөлу. Оның көмегімен мысалға біз мына бір көзін бір бөлек фрагмент ететін болсақ, бізде автоматты түрде бірнеше бізде қазір бізде бір ғана фрагментіміз қолданушылық фрагмент, яғни ерекшеленіп көк түспен ажыратылып тұр. Ал бірінші, екінші, төртінші және бесінші фрагменттеріміз бұлар жай ғана автоматты түрде ашылған фрагменттер болып табылады. Және де бұл фрагменттерді біз